Қараңыздар, мынау біздің қазіргі уақыт белдеуіміз. Ал аздаған сағаттан кейін бәріміз бір уақытқа көшеміз. Біздің ғалымдардың айтуынша, егер бір уақытқа көшпесек, арты жақсылыққа апармайтын сияқты. Мысалы, онкологияның өршіп, суицидтің көбеюіне қазіргі уақыт белдеуі себеп екен. Онкологияның өршіп, суицидтің көбеюіне қазіргі уақыт белдеуі себеп. Ал біз әдеттегідей бұл ақпараттың рас өтірігін анықтайтын боламыз. Қапы қалмаңыз, бізбен бірге болыңыз. NCBI, немесе ақш ұлттық кітапханасының зерттеуінше, тәулік сағатының бұзылуы, яғни күн мен сағат уақытының сәйкеспеуі раққа келеді. Сондай-ақ, сағаттық өзгерістер физиологиялық әлсіздікке, депрессияға, арты суицидке дейін апарады екен. Яғни ақпарат рас. Объяснить этот факт действительно невозможно. Ой, дура! Толығырақ айтсақ, табиғи ритм мен биологиялық ритмнің сәйкеспеуі десинхронозға алып келеді. Табиғи ритм дегеніміз күн қозғалысының уақыт белдеуімен сәйкесуі, яғни тура 12-де күннің төбемізде тұруы. Биологиялық ритм болса, күнделікті өмірдегі процестер тамақ ішуіміз, ұйықтауымыз және демалуымыз кіреді. Ал өз уақытында түскі кешкі ас ішпесек, ұйықтамасақ, арты түрлі ауруларға апарады. Сол үшін де осы екі ритмнің сәйкесуі міндетті. Ал енді географиялық уақыт белдеуіне қараңыз. Біз негізінен 4 белдеуде жатырмыз. Орал, Атырау және Ақтау UTC 3-те. Ақтөбе, Қызылорда, Қостанай және Жезқазған UTC 4-те. Астана, Алматы және басқа да қалалар UTC 5-те. Ал Өскемен болса UTC 6-ға кіреді. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде орталықтың бір бөлігі, оңтүстік-солтүстіктің бір бөлігі және шығыстың 80% жері ғана дұрыс белдеуде жатыр. Қалғаны өкінішке орай сәйкеспейді. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Егер де шынымен біздің билік халықтың денсаулығына қарап уақыт белдеуін өзгертетін болса, онда картаның мына бөлігін UTC 4-ке ауыстыру керек еді. Сонда шынайы уақыт белдеуінде болар ек, бірақ бәріміз енді бір уақытқа көшеміз. Впрочем, это уже совсем другая история. Бір уақыт белдеуіне ауысқанымыз қаншалықты дұрыс, қалай ойлайсыз? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеоны бөлісіп, каналға тіркеліңіз, шындыққа сіздің де таласыңыз бар.